271 эсепте бізде Меруерт, Кайрат, Елдос және Жаннурдың туған күндері 15 мамыр, 7 мамыр, 20 тамыз және 15 қыркүйек дейді. Меруерт пен Елдос әртүрлі айларда, бірақ оның бір күнінде туған. Меруерт пен Жаннурдың туған күндері сәйкес емес, бірақ бір айда туған дейді. Кімнің туған күні қай айда, қай күні дейді. Енді сөйлемді дұрыстап оқысақ. Меруерт пен Елдос әртүрлі айларда, бірақ оның бір күнінде туған дейді. Яғни әртүрлі айда болса, және оның бір күнінде туылған болса, бұл жерде Меруерт және Елдостың туылған күндері 15 мамыр және 15 қыркүйек. Екеуі де 15, бірақ әртүрлі айлар. Бірақ қайсысы кімге сәйкес екенін білмейміз, сондықтан ары қарай оқиық. Меруерт пен Жаннурдың туған күндері сәйкес емес дейді. Бірақ бір айда туған дейді. Бұл жерде бір ай қайталанады, мамыр айы, яғни мамыр айы болатын болса, бізде тағы 7 мамыр деген бар. Және 15 пен 7 деген сәйкес келмейді. Сонда біздегі бастапқыдағы Меруерттің туылған күні 15 мамыр болды. Яғни бұл Меруерттікі. Ал 15 қыркүйек бізде Елдостікі болды. Себебі Меруерт пен Елдостың туған күндері сәйкес деп айтқан еді. Яғни 15, бірақ әртүрлі айларда деді. Жаннур мен Меруерттің туған күндері сәйкес емес, бірақ бір айда туылған болатын болса, бізде Жаннурдың туған күні 7 мамыр екен. Ал бізде Жаннур, Меруерт және Елдостың туған күндері белгілі. Сонда Кайраттың туған күні бізде 20 тамыз бола салады.